Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні. 13-ші бөлім. Жаһандық мәселелер, көш-қон саясаты. Көш-қон саясаты туралы көптеген туындылар жазған қазақ халқының халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовпен танысамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қабдеш Жұмаділов қаламгер. Сабақтың мақсаты: білім алушыларға Қабдеш Жұмаділовтың әдеби қызметі, тарихи тақырыпта жазылған прозалық шығармалары туралы мәлімет беру. Оқытушы: Жұмабекова Айша Әкембековна. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік Тарлан сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері Қабдеш Жұмаділов. Сіздердің назарларыңызға Қабдеш Жұмаділовтың өмірбаяны мен шығармашылығы туралы бейнебаян ұсынамын. Бейнебаянды мұқият тыңдап, Қабдеш Жұмаділовтың өмірбаяны мен шығармашылығы туралы мәлімет алыңыздар. Қазақ қара сөзінің дарабозы Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келді. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Алайда университеттің екінші курсынан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958-1962 жылдар аралығында Қытайда қуғын-сүргінге ұшырады. 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен қайта жалғап, 1965 жылы бітіріп шықты. Қазақ әдебиеті газетінде, жазушы баспасында, мемлекеттік баспалар комитетінде жауапты қызметтер атқарды. Қабдеш Жұмаділовтың жастық шақта жазылған өлеңдері 1967 жылы «Жас дәурен» деген атпен жеке жинақ болып шықты. Осыдан кейін жазушы бірыңғай проза жазуға ойысқан. «Қаздар қайтып барады» атты алғашқы әңгімелер жинағы 1968 жылы, «Көкейкесті» романы 1969 жылы жарық көрді. Содан бері жазушы қаламынан көптеген әңгіме хикаяттары 10 шақты роман туды. Романдарының дені тарихи тақырыптарға арналған. Оның 2 кітаптан тұратын «Соңғы көш», «Атамекен», «Тағдыр» романдары Шыңжаң қазақтарының өміріне жазылған. «Соңғы көш» диалогиясына 1983 жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық, «Тағдыр» романына 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Қабдеш Жұмаділовтың «Көкейкесті», «Соңғы көш», «Атамекен», «Дарабоз» романдары мен хикаяттар топтамасы орыс тілдеріне аударылып басылды. Жекелеген әңгіме хикаяттары қырғыз, өзбек, ұйғыр, украин, белорус, грузин тілдерінде жарық көрді. Бүгінге дейін 30-ға тарта кітабы жарыққа шықты. Негізгі еңбектері 2003-2004 жылдары Қазығұрт баспасынан шыққан. 12 томдық шығармалар жинағына топтастырылған «Мәңгілік майдан» 2008 жылы жарық көрді. Көптеген медальдармен Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталды. 1998 жылы Қазақстанның халық жазушы деген атақ берілді. Парасат ордендерінің иегері. Тарбағатай, Үржар және Аягөз аудандарының құрметті азаматы. Қазақтың қабырғалы жазушысы Қабдеш Жұмаділов 85 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Қабдеш Жұмаділовтың өмірбаяны туралы қараған бейнебаяндарыңыз бойынша мынандай сұрақтарға жауап беріңіздер. Қабдеш Жұмаділов кім? Қабдеш Жұмаділов қашан және қайда дүниеге келген? Қабдеш Жұмаділов қайда оқыған? Қабдеш Жұмаділов қайда жұмыс істеген? Қабдеш Жұмаділовтың қандай шығармалары бар? Жазушы жалпы қанша және қандай шығармалар жазған?
өздеріңіздің жазғандарыңызды тексеріңіздер. Келесі слайдта Қабдеш Жұмаділовтің өмірбаяны мен шығармашылығы туралы мәлімет берілген. Тарихшы, қаламгер, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің туындылары: Тағдыр, Дарабоз, Шарайна, Таңғажайып дүние, Соңғы көш романы және бірнеше романдары, прозалық шығармалары кітап болып басылып шыққан. Көкейтесті Соңғы көш, Атамекен, Дарабоз романдары мен хикаяттар топтамасы орыс тіліне аударылып басылған. Жекелеген әңгіме хикаяттары қырғыз, өзбек, ұйғыр, украин, белорус, грузин тілдерінде, Соңғы көш романы түрік тілінде жарық көрді. Бүгінге дейін 30-ға тарта кітабы шықты. Қабдеш Жұмаділов өзінің шығармашылығы туралы былай деген екен: бұрын мәселе Дарабозды, Соңғы көшті, Тағдырды жазғанда әрқайсысына қаншама жылдан материал жинадым, қаншама жылдан жаздым. Айталық, Дарабозға 5 жыл отырыппын. Қысқасы, әр романға кемінде 2-3 жылдан кетеді. Қазір сап ететін ондай уақыт бар ма? Соның үшін шағын жанрға көштім. Жалпы қаламымнан 10 роман, 21 повесть, 70-тен аса әңгіме туыпты дейді. Сіздерге тапсырма: Қабдеш Жұмаділовтің өмірбаяны туралы кластер құрастырыңыздар. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.